Сәлеметсіздер ме киносүйер қауым? Байқап жүрмін, мен шолу жасаған қорқынышты фильмдерге кейбір көрермендер қорқынышты емес деген пікір қалдыруда. Ескертемін, кино шолу фильмнің 100% әсерін бере алмайды. Толықтай әсер алып қорқу үшін фильмді басынан соңына дейін тып-тыныш отырып немесе кинотеатрға барып көруге тура келеді. Арнамыз фильмді жалпақ тілмен қысқа етіп айтып беретін канал екенін ұмытпасаңыздар. Ал ендеше бүгінгі фильм жайлы айтайық. Бүгінгі обзорымызда ультраамериканцы, яғни ультраамерикандықтар фильмі. Басты рөлде Джесси Айзенберг ойнайды. Ол 2009 жылы зомбилерге қарсы күресіп көрді. 2010 жылы Facebook әлеуметтік желісін ойлап тапты, ал 2013 жылы фокуспен айналысты. Бірақ 2015 жылы ол өзінің супер агент екенін білді. Нақтырақ алдағы уақытта айтатын боламын. Ультраамериканцы. Фильм тергеу бөлмесінде отырған өте қауіпті қылмыскердің кадрынан басталады. Бөлмеге тергеуші кіріп, фото дәлелдерді көрсетіп сауалдар қоя бастайды. Күдікті суреттерге қарап не болғанын естей бастайды. С чего же начать? Ультраамериканцы. Осылайша ультраамерикандықтар фильмі басталады. Уақыт артқа оралады. Жас жұп Америкадағы кішкентай ғана қалашықта бақытты да баянды өмір сүреді. Жігіт қызына сөз салу үшін шешім қабылдап, оны романтикалық түрде жасау үшін саяхатқа аттанғысы келеді. Бірақ оның аэрофобиясы болғандықтан аэропортқа келгенде приступ ұстап, олар ұшаққа міне алмай қалады. Ну давай же, Майк, пожалуйста. Майк үйге қайтып бара жатып, демалысты құртқаны үшін кешірім сұрайды, бірақ Фиби ештеңе етпейді. Бұл сенің ауруың болғандықтан түсінемін деп жауап береді. Общем, жол жөнекей оларды менттер тоқтатады. Бұл олардың көңіл күйін одан бетер түсіріп жібереді. Мен тағы да ұшаққа отыра алмадым ба деп Майктың үстінен күледі. Майк, неужели ты опять словил труханца? Шериф олардың наркотикамен байланысы бар екенін білсе де тексермей жібере салады. Майк үйге қайтқан соң кешкісін өзінің айыбын жууға тырысады. Ол тамақ пісіріп, гавайялықтардың әуенін қойып, бәрібір қызына сөз салмақ болады. Ал өлеңді естіген Фибидің жүзінде күлкі байқалады. Ол жай ғана жымиып бөлмесінен шығады. Сөйтсе асханада тамақ күйіп жатыр екен. Оны байқамаған Майк та асханаға қарай жүгіреді. Фиби қолын күйдіріп алды. Майк жоспарлаған романтикалық кеш енді болмайтыны анық. И прекрати извиняться. Ладно. Ертесі күні Майк өзі сатушы болып жұмыс істейтін дүкенге келеді. Оның жұмысы анау айтқан көп емес. Ол темекісін орап, сурет дәптерін ашып, комикстерін салатын. Комикстегі бас кейіпкердің мінезі Майктың терісі еді. Ол күшті, бақуат, рухы мықты және жауларына бірден қарсылық таныта алатын. Общем, оның күні сурет салумен және қиялдаумен өтеді. Кешкісін ол көшеге шыққанда оны спутник арқылы бақылап жатқанын көреміз. Осы кезде ЦРУ-ның орталығында агент Виктория қағаздарды қарап отырады. Ол жасырын құжаттар еді. Көп өтпей оның алдына агент Даглас кіреді. Сол кезде жасырын байланыс құралы арқылы белгісіз адам хабарласып, Мудрец проектіндегі Хауэлл объектін жою жұмысы басталғанын айтады. Онда жою 24 сағат ішінде жүзеге асырылатыны және Виктория оған араласпауы айтылады. Кто это? Не вздумайте вмешаться. Всего хорошего. Келесі кадрда Майк пен Фиби көлік капотында әңгімелесіп жатады. Майк өзінің комиксіндегі сюжеттің жаңа бағытын айтады. Майктың сюжеті Фибиге ұнап, ол комиксті басып шығару керектігін айтады. Майк оның әңгімесін бөліп, жақын жерде орын алған аварияға қарауды сұрайды. Мысал ретінде Майк Фибиді мықты, әдемі және жылдам жүретін көлікке теңейді, ал өзін тал ағашына теңеп, көлік соғылған ағаш оның сұлулығын құртып жатқанын айтады. Фиби мен Майк жылай бастайды. Фиби оны жұбатады. Сосын үйлеріне қайтып ұйықтауға жатады. Сөйтіп екеуі жарасады. Азанда агент Виктория ЦРУ штаб-квартирасының бастығына барып жою жұмысы жайлы толыққанды білуді сұрайды. Әңгіме барысында біз Майк эксперимент жасалған бір проекттің объекті екенін білеміз. Ол экспериментпен агент Виктория айналысқан. Проекттің жаңа бастығы Майкты өте қауіпті объект деп санайды. Өйткені Майк үнемі бақылау шеңберінен шыққысы келеді.
Ал Виктория жоюға түбегейлі қарсы болғандықтан бастығын көндіргісі келеді, бірақ бастық Викторияны орнына қойып, Хауэлл бүгін-ақ өлетінін айтады, сосын бөлмесінен шығарып жібереді. Пошла нах из моего кабинета. Ал Майктың жұмыс күні басталмай тұрып, Роуз атты досымен кездесіп, заңсыз салюттарды алады. Ол Фибиге сөз салмақшы болып, идеясын досымен бөліседі. Фиби бұл күнді ұмытпау үшін кешті өте жарқын етіп өткізуді жоспарлаған. Да, такая бывает только раз. Ол қарапайым жұмысын жалғастырып, комиксін сызып, Фибиге қалай сөз салуды ойлап отырады. Жұмыс уақыты жақындағанда агент Виктория дүкенге кіріп, белгісіз сөздерді айта бастайды. Запущено множество Мандельброта. Бросок. Бросок. Принимаем бросок. Виктория бір сөйлемді бірнеше рет қайталайды. Бұл Майктың қабілеттерін іске қосатын код еді. Ештеңе болмағанын көрген Виктория кешірім сұрап кетіп қалады. Сәл уақыт өтіп сыртта көлігінің алдындағы белгісіз адамдарды көреді. Не болғанын білу үшін сыртқа шыққан. Олар бірден Майкқа шабуыл жасай бастайды, бірақ Майк бірден Фибиге хабарласып, не болғанын айтады. Ол Фибидің келіп көмектесуін өтінеді. Дүкенге келген Фиби көздеріне сене алмай қалады. Шынымды айтсам, мен де сенбей тұрмын. Ал Майк не істегенін, қалай істегенін түсіндіре алмай тұрады. Көп өтпей полицейлер келіп, жұпты тұтқынға алады. Все, нам звездец, да. Извините. Бұл уақытта Майкты жою жоспары жүзеге аспай қалғаны жайлы естиді. Бастық бірден объект іске қосылғанын біліп, басқа проекттегі өзі сияқты суперәскерлерді жіберуді бұйырады. Түрмеде отырған Фиби Майктан не болғанын сұрайды. Майк оқиғадан сәл алдын бір әйел келіп, бір түрлі сөздер айтқанын еске алады. Запущено множество Мандельброта. Нарушен протокол эхо. Принимаем бросок. Майк ол сөздерді анық есте қалғанын және ровно 803 минут алдын не болғаны анық есінде екенін айтады. Әңгімені шериф бөліп жібереді. Оларды тергей бастайды. Майк шабуыл жасағандарды суптың көмегімен өлтіргенін айтады, бірақ аяқ асты жарық өшіп қалады. Что там еще? Шериф оларды қайта камераға алып барады. Көп өтпей учаскеге екі киллер кіріп келіп, бәрін ата бастайды. Полицейлер оларды атпақшы болады, бірақ әрдайымгідей қолдарынан келмейді. Майк киллердің бірін камераға қамап Фибимен бостандыққа шығады. Сыртқа шыққаннан кейін ол өзіне атылған гранатаны қарсыласына лақтырады. Сосын қарсыласын екі удармен ұйықтата салады. Фиби ертерек бұл қаладан кетуді ұсынады, бірақ Майк досы Роуздың үйі қауіпсіз екенін, оның үстіне қаруы көп екенін айтады. Сол кезде аяқ асты Майктың көлігі жарылып кетеді. Стоит этот чувак в клетке. Он даже не видит ствол, а ты такой. Ствол. Баба кидает гранату, кричит: «Стой!» А ты: «Да, дорогая, звала?» Давай сядем в тачку. Бұл кезде барлық полицейлер қаладан шығу жолдарын жабады. Бастық агенттерге барлық объекттерді сыртқа шығарып, Хауэллды жою үшін бар күшін жұмсауды бұйырады. Осыншама қарулы күшті көрген Виктория Майк іске қосылғанын түсінеді. Ол әріптесі Дагласқа хабарласып, қару-жарақ сұрайды. Ол өзінің проектін қорғап қалуды жоспарлаған еді. Пожалуйста, Питти, ты мне нужен. Майк досының үйіне бара жатып, Фибимен танысқанға дейінгі өмірін ести алмайтынын түсінеді, бірақ ол кез келген танк пен қару-жарақтың түрлерін жатқа айтып бере алатын. Роуз оларды үйіне кіргізеді. Қалада қауіпті вирус тарап, карантин енгізілгенін айтады. Ол Майкты сендіру үшін теледидарды қосады, бірақ онда Майк пен Викторияға іздеу салынғаны және екеуі де террорист екені айтылады. Не надо, Нихера! Майк барлығын Роузға түсіндіріп бермекші болады, бірақ Роуз оған сенбейді. Ол Майк пен Фибиді жертөлеге қамайды. Я ведь этот замок легко сломаю. Не ломай. Ладно?
Билік Майктың қайда екенін біліп қояды, сөйтіп оларға әскер жібереді. Әскерлер үйді рефлаксин деп аталатын химиялық қарумен толтырады. Сөйтіп противогаз киіп аулауды бастайды. Супер әскерлер Майктың достарын өлтіреді. Майк үйтіп әскерлердің бірнешесін өлтіріп сыртқа қашып шығады. Әскерлер өлмеді, бірақ Майк газға уланып қалады, ал Фиби оған дәрі салады. Откуда ты знаешь про газ? Сол кезде Фиби өзінің 5 жылдан бері ЦРУ-ға жұмыс істейтінін, Майктың кураторы екенін айтады. Өмірінің өтірік екенін білген Майк қызды кешіре алмайтынын айтады. Сосын олар көлікке енді отырған кезде тағы бір әскер шабуыл жасайды. Әскер Фибиді өзімен алып кетеді. Кетерден алдын Майктың көлігіне бензин құйып, өртеп жібереді. Көлік енді жарылайын деп жатқанда Виктория келіп, Майкты құтқарады. Виктория Майкқа бар шындықты айтады. Ол супер әскерлер істеп шығару операциясын басқарған екен, ал Майктың өзі операцияға қатысуға келіскен. Бірақ операцияны жабуға тура келген, өйткені барлық қатысушы жындана бастаған. Сол үшін Майктың миын тазалап, бақылаудан шығып кетпеуі үшін фобияларды енгізген. Ал Фиби проект жабылса да Майкпен қалуды жөн көрген екен. Но она осталась с тобой. Бросила ради тебя свою настоящую жизнь. Бастық Майктың жойылмағанын біліп қалады. Сөйтіп оның көзін құртуға тағы да әскер жібереді, бірақ тағы да қолдарынан келмейді. Болмағасын бастық Майкқа хабарласып, берілмесе Фибиді өлтіретінін айтады. Бастық телефонды қызға ұсынады. Фиби бұл жолы өзін ағашқа, ал Майкты көлікке теңеп, бір орында ол үшін тоқтап қалмауды айтады. Одан кейін Майк әскерлерге өзі шабуыл жасап, Фибиді құтқаруды ұйғарады. Майк салюттер арқылы барлық әскерді супермаркетке кіргізеді. Сосын біртіндеп бәрін қыра бастайды. Бірақ қарумен емес, дүкендегі ыдыс аяқтармен. Ойлап қараңызшы, ыдыс аяқпен адам өлтіру. Мүлдем қару қолданбай, осылардың ойына келмейтіні жоқ. Общем, Майктың өзі соңында әрең тірі қалады. Любимый. Олар дүкеннен шыққанда полицейлер оларды күтіп тұрғанын көреді. Сол кезде вертолет жарығының көмегімен Фибиге сөз салады. Она согласилась. Олардың бақыты көпке созылмады. Электрошокпен талдырып, екеуін де орталыққа алып кетеді. Блин, серьезно, дайте хотя бы одну минуту. Сосын Майк тергеу бөлмесінде өзіне келеді. Фильм осы кадрдан басталған еді. Общем, сосын жарты жыл өткен соң оларды қауіпті тапсырманы орындауға жібереді. Майк оны оп-оңай орындайды. Өйткені ол өз комиксіндегі бас кейіпкерге айналған еді. Режиссер Нима Нуризаде. Общем, осымен фильм бітті. Обзор ұнаған болса, лайк басып, пікір жазып, каналды жоғалтпас үшін тіркеле кетіңіздер.